Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жент әзірлейтін боламыз. Жент шай дастарханына қойылатын ұлттық тағам. Ол өте дәмді, құнарлы әрі тойымды десерт. Оны салқын жерде сақтау керек. Женттің жақсы қасиеті оның ұзақ сақталуында. Жентті жасау үшін негізгі өнімдері диірменге тартылған немесе келіге салып түйіліп жармаланған сөкке, тортасынан айырған сары май, қант, ірімшік ұнтағы салып араластырылады. Қазіргі заманымыздың ағымына қарай жентке қосымша дәм беріп, әрлендіріп, безендіріп жасайды. Бүгін сіздерге екі түрлі әдіспен жасап көрсететін боламын. Ең бірінші әдісімізге мәйекпен ұйытылып жасалған 300 грамм ірімшігімізді ұнтақтап аламыз. Ұнтақталған ірімшігіміздің үстіне 300 грамм тары талқаны, оның үстіне дәміне қарай 150-200 грамм қант ұнтағы немесе қант, оның үстіне 350 грамм ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз. Жентіміздің дайын болғанын білу үшін алақанымызға салып қысқанда шашырамай тұрса, онда жентіміз дайын. Жентімізді безендіру үшін 150 грамм грек жаңғағын ұнтақтап аламыз. Менде осындай тапервардың силиконовый формасы. Осы формаларға ұнтақталған грек жаңғағын, оның үстіне дайын болған жентімізді қасықтың көмегімен қатты баса отырып салып шығамыз. Одан кейін мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Қалғанын осылай дөңгелектеп алып, қиялымызға ерік беріп, осы грек жаңғағына, немесе кокос ұнтағына, немесе күнжітке аунатып әсемдеуге болады. Мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Екінші әдіске ірімшіктің орнына 300 грамм печенье аламыз. Печеньемізға 300 грамм тары талқанын қосамыз. Қанттың орнына қоюландырылған жарты банка сүтті қосамыз. Оны ашу үшін тапервардың ашқышымен аштым. Оның ерекшелігі жан-жағы тегіс болып ашылады. Ең соңында 350 грамм сары майдың тортасын алып тастап, үстіне қосып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Жақсылап араласқан жентімізді кішірек осындай силиконовый формаларға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа саламыз. Силиконовый формадан бөлек тапервардың осындай формалары бар. Сол формаларға женттерімізді салып, әртүрлі пішіндер шығарып алдым. Әртүрлі пішінде жасалған женттерімізді әсемдеу үшін мен 50 грамм ақ шоколад пен қара шоколадты қайнап тұрған суға салып ерітіп алдым. Жарты сағатқа толмай женттеріміз қатып, формасынан оңай ажыратылды. Ерітілген шоколадтарымызды осылай құйып шығып, сол шоколадтың үстіне қайтадан женттерімізді салып, мұздатқышқа 10 минутқа қоямыз. Осымен біздің екі әдіспен жасалған женттеріміз дайын, жасалу жолы өте оңай, дастарханда көздің жауын алады. Тек қана дастарханда ғана емес, осындай кішірек қорапшаларға салып, сыйлық ретінде де ұсынуға болады. Заманауи түрде екі түрлі әдіспен жасалған женттерімнің рецебі ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.